Қайырлы күн баршаларыңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді, әрі тез дайын болатын, дастарханымыздың сәнін келтіретін кереметтей радуга салаттардың жасалу жолымен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар, бірге әзірлейік. Ұнап жатса лайк басып комментария қалдыра кетіңіздер. Радуга салатымызға қажетті заттарымыз көрсетілген. Бұл міндетті емес, үйдегі бар заттармен әзірлей береміз. Қажетті заттарымызды турап дайындап аламыз. Ең алдымен қиярымызды жақсылап жуып, ұзын шағып, солонка қылып барлығын турап аламыз. Неғұрлым майда қылып турасаңыздар, соғұрлым әдемі көрінеді салатымыз. Құрамына не қосқаным, қанша граммнан қосқаным описание бөлімінде жазулы тұр. Бірақ граммдары ол міндетті емес. Өздеріңіз қанша тарелка істейсіздер, соған қарайсыздар. Турап алған заттарымызды бөлек-бөлек тарелкаға орналастырамыз. Қиярларымыздың барлығын турап алдық, майдалап. Турап алған қиярымызды тарелкамызға орналастырамыз барлығын. Енді жұмыртқамыздың ағын, сарыс екеуін бөліп аламыз. Ағын ұзын шағып майдалап турап аламыз. Менің әрбір жаңадан салған видеоларым сіздерге бірінші көріну үшін менің каналыма тіркеліп қойыңыздар, қоңырауша белгісін басып. Көптеген рецепттерім бар каналымда. Алдағы уақытта кереметтей рецепттер болады. Жұмыртқамның ағында турап алдым ұзын шағып. Бұны да тарелкамызға орналастырып, енді алтынлап пісіріп дайындап алған етімізді турап аламыз. Егер майлары, шандырлары болса, барлығын алып тастаймыз. Тек қара кесек етін ғана қосамыз. Бұл жерде ет қоспай, тауықтың етін қоссаңыздар болады, немесе тек шұжық, колбаса ғана қоссаңыздар да болады. Турап алған етімді бөлек турап алдым. Енді жұмыртқамыздың сарысын да турап аламыз. Картошка пайдың дайынын алдым мен. Алдын ала жуып дайындап алған қызанағымызды да ұзын шағып турап аламыз. Осылай барлығын турап дайындап аламыз қажетті заттарымызды. Шұжығымызды, колбасамызды да турап аламыз. Осылай жеке-жеке тарелкаға орналастырып аламыз. Консервідегі жүгерімізді де ашып, бұны да тарелкамызға орналастырамыз. Бізге қажетті заттарымыздың барлығын турап, дайындап алдық. Мен осы заттарды пайдаландым. Енді үлкен екі тарелка аламыз. Сіздерге осы екі түрдегісін көрсетіп жатырмын. Ең алдымен консервідегі жүгерімді салдым. Екінші дайындап алған етімізді. Светін әдемі келтіру үшін осылай әртүрлі светпен істеңіздер. Қызанағымыз қып-қызыл қылып әдемі көріну үшін мен екі жерге салдым. Қызанағымды салып алдым. Картошка пайымызды қосып алдық. Енді жұмыртқамыздың ағын қосамыз. Қиярымызды қосамыз. Қиярымызды жап-жасыл қылып әдемі көріну үшін екі жерге қостым. Шұжығымызды қосамыз. Жұмыртқамыздың сарысын қосамыз.
Осылай толтырып қоссаңыздар болады. Осының екеуінің қайсысы ұнайды, солай жасасаңыздар болады. Мен сіздерге екі түрінде көрсеттім. Енді мен осындай майонез пайдаландым. Майонез ұнатпасаңыздар, қаймақ қосуға болады. Майонезіміздің бір шетін қайшымызбен қырқып, осылай аз-аздан майонез қосып шықтым. Екінші түрінің тек ортасына ғана апқылған жерімізге құйдым майонезімізді. Осымен кереметтей радуга салатымыз дайын. Дастарханға осылай ұсынсаңыздар өте әдемі көрінеді. Кішкене тұзды үстінен қосыңыздар, мен көрсетілмепті видеода. Осымен радуга салатымыз дайын. Міндетті түрде сіздерде жасап көріңіздер. Барлық жанның көңілінен шығады. Өте әдемі болып шығады. Менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған таң жарқын. Қош сау болыңыздар.